Ата, ассалаумалейкум. Алейкум салам. Та бізге қонақтар ет қалды. Жарайды, келсін қонақтар. Амансыз ба ата? Ассалаумалейкум. Алейкум балапан. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Ата, асықтан мен істеп отырсыз. Балаларым, бұл қойдың жілігінен алынатын асықшы. Осы асықты тазалап сендер ойнаса деп отырмын. Осы асықтармен ойнайтын ойын қан талапай ойыны. Ойнайсыңдар ма? Ойнағыз келеді. Балалар, біз бүгін сендермен атаның дайындап берген асықтарымен хан талапай ойынын ойнаймыз. Хан талапай ойынның ережесі балалар, бұл жерде 4-5 баладан ойынға қатысады. Және бұл жерде қыз демейді, ұл демейді, барлық балалар қатысуға болады ойынға. Балалар, мен ортаға асықтарды шашамын. Бұл жерде бірнеше ақ асықтардың ішінде ерекшеленген қызыл асық болады. Сол қызыл асық кімге түседі, сол бала ойынды бастайды. Түсіндің қой, ә? Талапай ау талапай, басталды ойын алақай. Балалар, хан асығы кімге түсті? Маған түсті. Жарайсың, Әлібиге түсіпті. Олай болса, ойынды ең бірінші Әліби бастайды. Балалар, алдымыздағы жиналған асықтан ішінен бір сақаны алып қаламыз да, қалған асықты ортаға тіземіз. Әліби, аталмадың сен. Олай болса, мен саған сұрақ қоямын, иә? Қазақтың жаңа жылы қай кезде болады? Екісі алғыс. Жарайсың. Ал балалар, кім неше асық ұтты екен? Санайықшы кәні қолымызда асықтарды. Қанша екен? Кімде? Менде екі. Жарайсыңдар балалар, бүгін біздің хан талапай ойыннан жеңімпазымыз ол Дінмұхамед екен, е? 3 асық ұтыпты. Жарайсың Дінмұхамед. Біздің жеңімпазымыз Дінмұхамедке міне мынандай сыйлық бергім келіп отыр. Бұл алтын асық. Дінмұхамед бүгінгі жеңісің құтты болсын.